Достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде көптен күткен обзор Hyundai Santa Fe автокөлігіне ендеше кеттік. Мінекей, бүгін бізде түсірілімде Hyundai Santa Fe кроссовері. Бұл кроссовер жалпы өзінің классындағылардың арасында өте заманауи дизайнмен және де үлкен көлеммен бірінші көзге түсетін автокөлік. Автокөлік жалпы бір үлкен отбасыға нағыз таптырмайтын автокөлік, өйткені автокөліктің іші айтарлықтай кең, жүрісі жұмсақ. Мінекей, жаңа айтып кеткенде, бұл кроссоверіміз айтарлықтай биік. Дәл осы тұрысында биіктігі 18 сантиметрді құрайды екен, ал автокөліктің шанағының ұзындығы 4 метр 770 сантиметр. Вау, автокөлік айтарлықтай ұзын, және де осы үлкен базаға байланысты ішінде де орын айтарлықтай жетерлік. Бұл автокөліктің доңғалағының диаметрі 18-дік өзінің заводтық дәл қазіргі дискларында тұр. Мінекей, біздің автокөлігіміздің жүк салғыш бөлігіне келдік. Бұл автокөліктің жүк салғышы дәл осы тұрысында 1006 литрді құрайды екен. Өте үлкен айтарлықтай кез келген затыңызды салып, ешқандай уайымсыз алып кете берсеңіз болады. Және де бұл автокөліктің екінші қатардағы орындықтары алға қарай жатады, яғни жалпы бұл Santa Fe-ның жүк салғышының үлкендігіне қарамай алдыңғы екінші қатардағы орындықтары алға қарай жатады, яғни мына бір тетікті басып қалсаңыз орындықтарымыз алға қарай құлайды. Өте қол жетімді, бәрі өте ыңғайлы. Дәл осыған бір үлкен бір жиһазыңызды артып жеріп автокөлікпен кез келген нүктеңізге апарсаңыз болады. Мінекей, автокөліктің артқы екінші қатардағы жолаушыларға арналған орындығына келіп отырдым. Бірінші сезген сезімім өте жұмсақ, үлкен жолда автокөлік шаршатпайды. Және де бұл автокөліктің артқы жағында екі телефон қуаттағыш және де екі жолаушыға орындығыңызды жылытқыш бар. Және де көзіңізге күн түсіп, немесе ұзақ жолда тағы да басқа да бір сырттан сізге бір кедергі келіп жатса, мына пердені жауып жеріп, мына орындықты артқа қарай жатқызып жеріп, үлкен жолға рахаттанып шыға берсеңіз болады. Мінекей, комфорт. Мінекей, Santa Fe-ның бірінші тізгініне келіп отырғанда байқағаным, өзіңізді ақ боз ат мінген сердей сезінесіз. Яғни автокөліктің ішкі дизайны менің өзіме бірінші көзге өте қатты ұнады. Дәл мындай карбонмен қапталған секілді, бірақ бұл жай ғана көз бояушылық. Автокөліктің рөлі резинкамен қапталған, мынандай круиз контроль пәрменімізбен, мониторда бар, тетіктің бәрі бар. Push стартмен оталады. Круиз контроліміз, екі орындық жылытқышымыз. Дәл мынау сайымызда үй ашыққа телефоныңызды тастайсыз. 12 вольттық телефон қуаттағыш пәрменіміз, және де екі стақан салғышымыз. Мында парктроник, және де мына жерге де өзіңіздің кілтіңізді, басқа да бір заттарыңызды толтырып салсаңыз болады. Мінекей, бұл автокөліктің тізгініне келіп бірінші отырғанда байқағаныңыз, немесе бірінші көзге түсетін деп айтсақ та болады. Дәл осы жүргізушіге арналған монитор алдыңызда. Өте дизайны әдемі және де мынандай керемет түстерге ауысады. Автокөліктің жүріс мінезін өзіңіз таңдайсыз. Мынау экономдық режимі, спорт және де комфорт. Дәл мына екі жандағы сызығы автокөліктің жалпы жылдамдық көрсеткішінің дизайнын ашып тұрған заттың бірден бір бөлігі. Және де бұл автокөлікте бір үлкен бір плюс десек те болады, бір куы. Мынау толық жетекті ажыратып немесе қосып бір тетік арқылы бәрін басқара аласыз, және де мындай автокөлікті тайдырмайтын функциясы. Жалпы автокөлікті тауда аймаққа немесе басқа да жаққа, кез келген жаққа шыға беруіңізге өте үлкен мүмкіндік беретін функцияның бірі. Santa Fe-міздің дәл қазір осы капотының астында 188 жылқы жатыр. 2.4 қозғалтқыш көлемді мотормен, доныс 16 қанаттық, кәдімгі 4 қатарлық цилиндрлі мотор. Мінекей достар, біз бүгін Hyundai Santa Fe автокөлігімізге шолу жасап біттік. Дәл осы автокөлік менің өзіме
жеке өзім пікірім, автокөлік өте ұнады, үлкен айтарлықтай маған бір жарасып тұр десек те болады. Келесі көретіндеріңіз менің артымда тұрған автокөлікке шолу жасайтын боламыз. Дәл осы автокөлік қандай автокөлік? Дәл осы біздің видеоның астына өзіңіздің пікіріңізді және лайкыңызды қалдырыңыз. Біздің каналға жазылыңыздар достар. Біз алдағы уақытта көптеп осындай шолулар түсіретін боламыз. Тағы да қандай автокөлікке шолу көргіңіз келеді? Пікір қалдырыңыз. Баршаларыңызға сәттілік, баршаларыңызға тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.